40 жастағы шіріген бай қатын жап-жас мектептің баласын сындырып алып, оны пайдаланып, анасы екеуі ұрсып қалады. Сәлем достар, сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз «Смертельное искушение» деген фильмді талдайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Марк және оның досы Уолтер. Марктың анасы Таня және аферист қатын Кариса. Бір күні Марк өзінің досы Уолтер екеуі үйлеріне бара жатып, светофорға келіп, қасындағы джиптің ішінде отырған екі жас үлкен әйелдерге «Бүгін бізде вечеринка болады, соған сендерді шақырамыз» дейді. Бірақ ол әйелдер балаларды менсінбей, светофор жасыл жанған кезде газды басып тұрып, орындарынан тайып тұрады. Сосын олар үйлеріне кіріп қалса, достары Марктың туылған күніне тосын сый жасайды. Марк өзінің бөлмесіне бара жатса, киініп тұрған Мелани деген қызды көреді. Ол қыз купальнигінің жібін таға алмай, Маркқа көмектесші дейді. Марк оған енді бара жатса, сол сәтте Марктың